Сәлем оқырман, бүгін жұлдыз жорамал бойынша сізді не күтіп тұрғанын біліңіз. Жұлдыз жорамалға сүйене отырып өзіңіздің жұмыс жоспарларыңызды тиімді құрып, жеке қарым-қатынасыңызды дамыта аласыз және күнделікті денсаулығыңызды бақылай аласыз. Тоқты, бүгін жайбарақат болыңыз, серіктестеріңізге көбірек сенуге тырысыңыз. Жағымды көңіл күйді сақтау үшін ренжітетін нәрселерді жүрекке қабылдамаңыз. Торпақ, өкпе ренішті сақтамаңыз. Серігіңізге барлық өкпеңізді ашық айтып, еш ашу-ызасыз түсіндіріңіз. Егіздер, сіз өзіңіздің түйсігіңіз бен ішкі күшіңіздің арқасында қиын сынақтардан өтуіңіз керек. Сіз жан дүниеңізде үйлесімділік тауып, қажетсіз нәрселерден бас тартуды үйренесіз. Шығармашылығыңызда және жеке қарым-қатынасыңызда көбірек энергия табуға тырысыңыз. Шаян, сүйікті адамыңызға қызығушылық танытудан қорықпаңыз. Сіз міндетті түрде өзара қарым-қатынас аласыз. Арыстан, қазір серіктесіңізбен қарым-қатынасыңызда түсініспеушіліктерге жол бермеңіз. Бүгін маңызды мәселелер талқыланады. Бикеш, сезімдердің эмоционалды бояуына назар аударыңыз. Олар сіздің сүйікті адамыңызбен жақын қарым-қатынасқа деген көзқарасыңызды өзгерту қажеттілігін көрсету мүмкін. Таразы, сүйікті адамыңызға мұқият болыңыз. Сіздің серіктесіңіз сізден бірдеңе жасырады деп алаңдауы мүмкін. Саршаян, бұл күні өмірлік серіктес табу көптеген эмоциялар әкеледі және жақын арада сүйікті жарыңызды табасыз. Егер сіз жан жарыңызды кездестірсеңіз, бұл сізді шатасуға апармайды. Мерген, бүгін серіктестеріңізді жаңа жағымды позициялардан бағалауға мүмкіндік береді. Серіктестеріңізбен шынайы тіл табысып, сенім артуға уақыт бөліңіз. Тауешкі, егер сіз өзіңіздің серіктесіңіздің көз алдында тартымдылығыңызды арттырғыңыз келсе, онда онымен жетістіктеріңіз бен ол үшін маңызды болуы мүмкін ойларыңызбен бөлісуден қорықпаңыз. Су құйғыш, бүгін махаббат аясынан көптеген тосын сыйларды, жағымды оқиғаларды, тағдырдың сыйлықтарын күтуге болады. Бірақ тек өзіңіздің жан жарыңызды табуға ғана мән бермеңіз. Бұл сіздің мүдделеріңізге кедергі келтіруі мүмкін және жақын адамдарыңызға қуаныш әкелмейді. Балықтар, неке, сіз серіктесіңізден тым көп күтпеу және бақытқа жетуді жеңілдететін тепе-теңдікті табу арқылы қарым-қатынасыңызда тепе-теңдікке қол жеткізе аласыз.